Бауырынан табақ алу. Әсілі қазақ халқы жаратылыстың заңдылықтарымен үндесе отырып, соған орай өзінің тұрмыс тіршілігін сәйкестендіріп, бағыттап өмір сүрген екен. Қазақтың толып жатқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-тыйымдары жаратылыстың заңдылықтарымен астасып сәйкес келіп жатады. Құдай жаратқан табиғат талаптары өз кезегімен, мысалы, ағарып таң атады, таңның шапағы көрінеді, күннің шұғыласы түседі, содан кейін нұрланып күн шығады. Осылай рет-ретімен көктем келеді, жаз шығады, күз болады, қыс түседі дегендей, табиғаттың әрбір сәті, кезеңі өз уақытында, өз орнымен жүреді. Ата-бабаларымыз осы заңдылықтарды жақсы түсінген, өйткені табиғаттан ажырамаған, тепе-теңдігін бұзбай тіршілік етудің күретамырына айналдыра білген екен. Қазір өркениет, техника заманы деп жүріп, жаратылыспен байланысымыз әбден әлсіреп, үзілуге шақ қалған. Адам өміріндегі болмысындағы неше түрлі сәйкессіздіктер мен келеңсіздіктердің, ауру-сырқаудың түр-түрінің көбеюінің бір ұшы осында жатса керек. Нәрестенің өсіп-өнуі де тура жаратылыс ережелерімен бірдей. Сәби дүниеге келді, қырқынан шықты, езу тартты, талпынды, отырды, еңбектей бастады. Бала осы еңбектеуден толық өтуге тиіс. Ол Алланың өзі жаратқан пендесінің басынан өтуді қажет ететін өсу кезеңі. Еңбектеу баланың қол-аяғын, арқасын, бұлшық еттерін шынықтырып нығайтады. Сәби еңбектеу арқылы айналасын, кеңістікті таниды. Өздігінен қимыл қозғалыс жасап, көзіне түскен нәрсеге қарай жылжып, төңірегін өз әлінше меңгеруге талпынады. Бүгіндері балалар көп еңбектемейді, себебі жүруге бейімдейтін, неше түрлі үн шығарып баланы қызықтыратын арбалар бар. Еңбектеу белесінен өтпей тұрып, жүргізуге ерте әрекет ету дұрыс емес. Оның зияны кейін белгі береді. Сүйектері әлі жетілмеген, буындары бекімеген бұл кезде бала еңбектеу керек. Сонда денесі ширай түседі. Еңбектеп жүрген баланың қимылына қарасаңыз, белгілі бір ырғақпен қозғалатынын көресіз. Дегенмен, көбірек еңбектеуге үйреніп алып, кеудесін көтермей қоймасын деп, бауырынан табақ алу салтын жасап ырымдайды. Ендігі жерде еңсесін тік көтеріп, қас тұрсын деген ниеттен шыққан. Ауылдың сыйлы адамдарының бірі құрт ірімшік, бауырсақ, тәттілер салынған табақты баланың бауырынан оңнан солға қарай, солдан оңға қарай 7 рет өткізеді. Әдетте бала алақанымен жер тіреп, тізесімен еңбектейді ғой. Бауырынан табақ аларда тізесін жерге тигізбей, сүйемелдеп, кеудесін көтертеді. Талпынып өрге өрлесін, құлашын кеңге сермесін, биіктерге төрлесін, қаз-қаз тұрып ерлесін деген сияқты бата тілектерді айтып, баланы қаз тұрғызады. Бала еңсесін көтерді деп, бауырын жазды деп айнала тұрғандар қуаныш етіп, құтты болсын айтады. Соңынан дастархан жайылып, баланың бауырынан өткен дәмдерден жеп, шай ішеді. Мәселе шай ішуде емес, игі тілекте жатыр. Біздің халқымыз өте тілеуқор, батагөй ел. Небір қиын-қыстау замандарды, жаугершілікті, аштықты, зобалаңды, қанқұйлы соғысты басынан өткерген қазақты жер бетінде қалдырып, тұқымын аман сақтап келе жатқан осы тілеуқорлығы мен ниетінің таза, пейілінің кеңдігі дер едім.